Сәлем достар, бүгін сіздерге өте ерекше, аты да ерекше, түрі де ерекше, дәмі де ерекше пирог жасайтын боламыз. Вулкан пирогын жасайтын боламыз. Ал менімен бірге болыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Мен бұл пирогты сәл уақытынан ерте кезіп жатырмын, ал сіздер жақсылап суығаннан соң кесіп жеуге болады. Ал кәнекей өте нәзік, қараңыздаршы, өте нәзік. Неге? Ең алдымен біз қазір ортасындағы кремін жасап аламыз. Ең алдымен бір жұмыртқамызды салып, одан соң шекерімізді қосамыз. Қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң сүтімізді құямыз. 750 грамм сүтімізді құйып, және де біз оны емес, құн қоспаңыздар, крахмал қосамыз, көкірегіне крахмал, жүгерінің крахмалын қосамыз, және отымызға қойып, жаймендеп қайнатамыз. Өзі бұлқылдап осындай қоюланады. Сол кезде отымызды жаймендеп өсіріп, және де сливочный сармайымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғаннан кейін бетін осылайша бетін жауамыз, өйткені біздің креміміз қатып қалмау үшін осылай бетін жауып қоямыз. Ал енді біз қазір қамырын жасайтын боламыз. Ал кеттік, 4 жұмыртқамызды салып, одан кейін қантымызды жаймендеп барлығын қосып отырамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болады. Ал енді қантымызды қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алып, ал енді сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майымыздан соң сүтімізді қосамыз. Ұнымызға қоптасқыш және де какаомызды қосып, жақсылап араластырып, бәрін бірден емес, осындай 3 бөлікке, 4 бөлікке бөліп қосып отырамыз. Барлығын бірден қоспаңыздар. Осылайша жаймендеп қосып отырамыз. Мінекей осындай болып шығу керек. Қатты сұйық та емес, қатты қою да емес. Басқа пирогтардан ерекше, басқа пирогтардан қарағанда сәл қоюлау. Қалыбымызға жақсылап құйып, бетін тегістеп аламыз да. Ал енді кремімізді ортасына, шетіне де емес, қақ ортасына осындай қасықтың көмегімен салып отырамыз. Қасық арқылы салыңыздар, сол кезде әдемі болады. Мінекей осылай салып отырамыз ортасына. Осылайша ортасына бәрін жақсылап салып алып, пешімізді қосып, 180 градуста 40 минуттай шамасында пісіріп аламыз. Ал мінекей біздің пирогымыз дайын. Жақсылап пісті, мен тексеріп көрдім. Енді пирогымызды қалыптан алып, шамалы суығанша қойып қоямыз. Және де одан соң бетін әрлеуге кірісеміз. Мінекей өте әдемі болған, өте керемет көтеріліп тұр. Енді ертіп қойған шоколадпен бетін сәндеуге кірісеміз. Осылайша
Неге, қандай әдемі көрініс. Болған жанартауға ұқсап тұр өзі. Енді мен кокос ұнтағын сеуіп жатырмын. Өздеріңізде қандай үйіңізде не бар? Жаңғақ болады ма, или кокос ұнтағы, сахарный пудра, өздеріңіз білесіздер. Осылай сәндеп, әдемілеп шығамыз. Мінекей, біздің пирогымыз дайын, өте әдемі, өте нәзік. Менің каналыма тіркеліңіздер.